Берген теңсіздігімізді шешеміз. Енді бұл жолы біз қысқаша көбейту формуласымен танысатын боламыз жайлап. Ең алғаш бірінші қысқаша көбейтудің формуласының бірі ол а плюс б көбейтілген а минус б. Яғни бұл деген, егер мындай көрсеңіздер, бір жақшасында а плюс б, екінші жақшасында тура созыңдар, бірақ аралары минус болса, бұлар әрқайсысын былай көбейтіп жүрмейсіздер, дайын формулаға сала саласыздар. Яғни бұл деген а квадрат алынған б квадрат деген сөз. Ең алғашқы қысқаша көбейту формуласының бірінші формуласы. Енді мынаны осыны есепте пайдаланайық. Қараңыздар. Мына жерде байқаңыздар 10 минус x және x плюс 10 немесе 10 плюс x. Тура созсаңдар, мысалы 10 бұл жерде а болып тұр, x b болып тұр. Мына жерде 10 а x b, а плюс b, а минус b формуласын келіп тұр. Берілген жазақ, сразу формулаға келтіріп жазайық. 10 плюс x-ті x плюс 10 деп x плюс 10-ды 10 плюс x деп жазсақ та болады. Ештеңе етпейді, плюстардың орнына ауысқанмен мәні өзгермейді. Плюс x квадрат кіші және тең x плюс 90. Ал енді мынаны формула бойынша жазамыз. Сонда 10 квадрат алынған x квадрат. Яғни мына жерде орны маңызды, себебі мынау 10 бізде а ғой, ал мынау б. Б x болып тұр, себебі бірінші, яғни адан б-ны аламыз. Сондықтан а квадрат бірінші жазылады, 10 квадрат алынған x квадрат. Яғни егер сіздер x квадрат алынған 10 квадрат десеңіздер, есеп дұрыс емес, себебі таңбалар ауысып кетеді мына жерден. Сол үшін рет-ретімен дұрыстап жазу керек. Мына минустың несіне қараймыз, минус қалай тұр, соған байланысты реті де солай жазылады. Ары қарай плюс x квадрат үлкен кіші және тең x плюс 90. Енді қараңыздар, мына жерде минус x квадрат плюс x квадрат 0 болып кетеді. Сонда 10 квадратымыз 100, x 90 болады. Енді 90-ды мына теңдіктің бергі бетіне өткізіп жібереміз. Минус 90 болады. Сонда 100-ден 90 алсақ 10. Кіші және тең x. Немесе мынаны былай жазсақ болады. Тура осы, бірақ былай. Мына екеуі бір. Мына екеуі бір, ешқандай айырмашылық жоқ. Себебі x пен 10-ның орындарына ауыстырдық. Сол үшін де таңба ауысып тұр. Мына жерде 10-нан үлкен мәндер деп тұр. Мына жерде сол. Енді дәл осы жерде есепті ары қарай, мысалы жауабында байқасаңыздар, 10-да плюс шексіздік, минус шексіздікте 10, немесе тік жақша, немесе жай жақша деген сияқты болады ғой. Соларды жасап үйренеміз. Оны үйрену үшін қараңыздар, мындай сызық сызамыз. Былай. Енді осы жерде 10-ды белгілейміз. Мына жерде 10. Боямаймыз несін. Мына 10 бүйтіп. Кешіріңіздер, мынау қатты бір осылай дұрыс сияқты. Мына 10, Енді қараңыздар, x-тің мәні 10-нан үлкен жақтар, яғни 10 болса, мына 10 тұрса, 10-нан үлкен, яғни 10-нан үлкен жақтарды былай белгілейміз. 10-нан үлкен жақтар. Енді 10-ның өзі не болады? Егер мынау алдыңғы сабақта айтып кеткен едіге, астында теңдік болса, 10 боялады. Яғни 10 да бұл аймаққа кіреді. 10 және 10-дан үлкен сандар. Яғни x мәні 10 бола алады. Сонда жауабымыз қалай болады? 10-нан, мына жақ плюс шексіздік бізде, мына жақ минус шексіздігі. 10-нан, бояп көрсейін, мынадан
плюс шексіздікке дейінгі мәндер сонда 10-нан плюс шексіздікке дейінгі мәндер. Шексіздікке ешқашан тік жақша қойылмайды дедік, жай жақша қойылады. Ал 10-ға ол 10-да сол кіргені үшін x-тің мәніне тік жақша қойылады. Ал егер мына жерде теңдігі жоқ болса, онда жай жақша қойылатын еді. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі есебімізді шығарайық. Дәл осындай өзімізге практика болу үшін мен қазір берілген жазайын. Y квадрат алынған жақшаншы y минус 8 плюс y минус 4 үлкен 32 плюс y-тан. Міне, мына жерде қалай жасаймыз? Тура жаңағы мынандай қысқаша көбейту формуласы бізге қажет болып тұр, қоя салайықшы. Қысқаша көбейту формуласын әкеп қойдық. Мына жерде де сондай болып тұр. Y плюс минус 8, Y плюс 8. Мынау плюстардың мәндері маңызды емес. Яғни Y-іміз ол бізде А, 8-іміз Б. Ал кеттік есебімізді шығарамыз. Y квадрат тұра береді. Ана бірінші формула түріне келтіріп жазайық. Y минус 8, Y плюс 8. Плюстарын орнына ауыстыра береміз, ештеңе етпейді. Минус 4 үлкен 32 минус Y-тан. Ал енді шығарамыз. Y квадрат минус Y квадрат минус 8 квадрат, бірақ мына алдындағы минуспен плюс болып кетеді. Былай жазайық, бастапқыда 8-дің квадраты. Минус 4, 32 минус Y деп. Енді Y квадрат жақшаны ашамыз. Сонда минус Y квадрат плюс 64 минус 4 үлкен 32 минус Y-тан. Енді Y квадраттар екеуі алынғаннан кейін 0 болып кетеді. 64-тен 4-ті алсақ 60. 32 минус Y қалады. Ал енді осы жерде біз десек болады 60-ты Y-ті теңдіктің мына бетіне, 60-ты кері бетіне шығарсақ болады. Бірақ бұл жерде екеуінде де мынандай минус мәндер шықпайды, сол үшін теңдік өзгермейді. Қазір мына жерде былай жасайық. 60 минус 32 дек минус Y болады. 60-тан 32-ні алсақ болады 28 минус Y-тан. Енді мынаны минусты 28 жаққа жіберейік. Сонда Y үлкен минус 28-ден кіші, үлкен емес. Сонда бізде қандай болады? Жауап сызамыз бай сызықты. Жерге минус 28 белгілейміз. Y бізде 28-ге дейінгі мәндер. Сонда бұлай болады. 28-ге дейінгі мәндер. Мына жақ бізде минус шексіздік, мына жақ бізде плюс шексіздігі. Сонда қалай болады? Жауап минус шексіздіктен минус 28-ге дейін. Шексіздікке жай жақша қойылады, ал 28-ге бізде жай жақша қойылады, себебі астында теңдік мәні жоқ. Міне, жауабымыз осындай. Ешқандай теңсіздіктер өте қызық тақырып, қиындығы жоқ. Тағы бір есепті шығарайық. Практика үшін x жақшаның ішінде x плюс 0,3 алынған x минус 0,3. Сосын мына жерде x қосылған 0,3 үлкен және тең 0,1-ден.
Енді қараңыздар, мына жерде өте сәл қызықтырақ. Қалай жасаймыз? Екеуінде де x қосылған 0,3 деген екеуінде де бар, осыны жақын сыртынан шығарып тастайық. Ал x қосылған 0,3 дегенді жақын сыртынан шығарсақ, мына жақтан x қалады, мына жақтан x минус 0,3, мына жақта x минус 0,3-ін өзі қалады, осылай болып қалады. x-тан аламыз мынау екіншісін, яғни мынаусын жақын сыртынан шығарған кезде мынау мүшесі қалады. Осылай болады, үлкен және тең 0,1-ден. Сонда x қосылған 0,3, мына жақта жақшаны ашамыз, x минус x плюс 0,3 болады. Үлкен және тең 0,1-ден. Сонда x бүтін қосылған 0,3 қалады. Ана жер x-тен x-тен алып тастасаң 0, жай ғана 0,3 қалады, көбейтілген 0,3. Үлкен тең 0,1-ден. Енді 0,3-ті әрқайсысына көбейтіп шығамыз. Сонда 0,3x 0,3-ті 0,3-ке көбейтсе 0,109 болады. Кеншіне тең 0,1-ден. Ал 0,3x мынау 0,09-ымызды 109-ымызды теңдіктің ары бетіне алып өткізейік. Сонда 0,1-ден алынған 0,109, ол дегеніміз 0,3x 0,1-ден 0,09 жасақ 100-ден, ол 0,01, яғни 100-ден 1 деген сөз. Ал x табамыз, ал 0,1-ді бөлеміз 0,3-ке. Бөлсек бізде қанша шығады? Яғни 0,01-ді бөлеміз 0,3-ке. Ол мынаны былай жазсақ та болады. 1 бөлінген 100 бөлінген 3 бөлінген 10 десек. Сонда бұл қалай болады? 1 бөлінген 100 тұра береді. Ал мына жақ көбейту болып кетеді. 10 бөлінген 3 болады. 100 бен 10 былай қысқарады. Сонда қалай? X үлкен 1 бөлінген 30-дан. Ал енді сызамыз. Сызыққа мына жері 1 бөлінген 30. Қандай мәндер? X 1 бөлінген 30-дан жоғарғы мәндер деп тұр, яғни мына мәндер. Енді 1 бөлінген 30 бізде мәнге кіреді ме, кірмейді ме? Кіреді, себебі асты боялған, яғни астында теңдігі бар, сол үшін бұны да бояп қоямыз. Ал жауабын жасаған кезде 1 бөлінген 30-дан плюс шексізге жай жақса әрқашан. Ал 1 бөлінген 30-ға тік жақша қоямыз, себебі астында теңдігі бар. Ешқандай қиындығы болмады деп ойлаймын. Теңсіздіктің тақырыбын түсіндіңіздер деп ойлаймын.